Бүгінгі айтайын деп отқан руымыз негізінен екі империяның құрамында болған ең ірі рулардың бірі табылады, және бұл ру башқұрт, өзбек, қарақалпақ және де басқа да туыс елдер арасында естеді. Бұл орта жүздегі Қоңырат руы жайлы. Қоңырат жалпы тарихынан үсек шығудегі әртүрлі болжамдар айтады ғалымдар. Соның бірі қазақ тілінен, яғни түрік тілінен қоңыр және ат деген мағынадан білдірсе, кейбір ғалымдардың айтуынша Қоңырат негізінен моңғол тілінен аққу деген мағынаны білдіреді дейді. Яғни аққу жалпы моңғолдар үшін қасиетті болып саналады. Алғашқы жазба деректерге қарасақ, 10-12 ғасырдағы Қытай жазбаларында, яғни Лауши деген ғалымы жазған, яғни батыс Моңғолиядағы Тола өзенінің жағасында мекен еткен шағын ел деп, бірақ сол заманнан бастап өзін еркіндігі үшін қытайлармен күрескен жайлы. Ол кезден бастап Қоңырат өте ықпалды ел болған, яғни бүкіл сол кездердегі моңғол аристократиялардың арасында көбісі моңғолдар сол Қоңыраттан қыз алуға тырысқан, яғни Қоңыраттар өте текті болған. Өйткені Қоңыраттар өзін, яғни сол замандағы жорлық мерген атақты алтын құдықтың ұрпағы болып табылады. Яғни сол моңғол даласындағы ең әйгілі Дарлыкен руынан шыққан. Шыңғысхан заманында Қоңыраттар руы өсіп әрі үлкен ықпалға ие болды. Өйткені Шыңғысханның шешесі Айлунда Қоңыраттың қызы және Шыңғысханның Бөртеді бәйбішесі Қоңыраттың қызы, әрі әкесі Есугей өлгеннен кейін осы бірінші болып қол ұшын берген осы Қоңыраттар еді. Сосында Шыңғысхан үшін ерекше орны бөлек болды. Қоңыраттардың жалпы Шыңғысхан жайлы каналымда 2 бөлімнен тұратын шығарылым бар, қарасаңыздар. Шыңғысхан өзінің үлкен империясын құрғаннан кейін де Қоңыраттың жақсылықтарын ұмытқан емес. Сосында Қоңырат руынан шыққан би сұлтандарын тек қана Шыңғысханның өзі ғана айыпталса, өзі сотта өзі шешім қабылдайтындай үкім шығарды, және төрелер мен Қоңыраттар арасында қыз берісіп отқан туысқандық арақатынасы болып, сосында жалпы Моңғол империясы барда және Қытайдағы Юань династиясы құлағанша дейін 60-тай атақты үлкен патшаның әйелдері бәрі Қоңырат болған. Соның 33%-ның бәрі осы Қоңырат руынан шыққан қыздар болып табылады. Шыңғысхан өзінің ордасында, яғни астүйектері болып жиналды. Үнемі Қоңыраттан шыққан меркечер Шыңғысханның тума-туысқандары балдарынан да биік отқан үнемі. Ал Тогучар болса, Шыңғысханның 5 қызының біреуіне үйленіп, орталық Азияны жаулауға кезгенде 10 мың түменнің басқарған. Жалпы Шыңғысхан 4 ұлына жаулап алған империяны бөліп берген кезде Қоңыраттар үлкен ұлы Жошының құрамында болады. Қазіргі Қазақстан жерінде Жошы өзінің жеке күзетші есебінен осы Қоңырат руынан сарбаздар алады, әрі Сырдарияның төменгі ағысы мен Қаратаудың жерлері береді Қоңырат руына. Қоңырат руындағы басшылар жағасынан сол тұрғылықты түртайп руларын өздеріне қосып, тез арада ең үлкен руға айналады. Кейін Жошы өлгеннен кейін Алтын Ордада атағы шыққан Нанғұдай Қоңырат руынан шыққан, яғни бұл Бөртенің немере інісі. Нанғұдай жалпы Өзбек ханның тұсында өте беделді әрі балды батыр болды. Алтын Орда құлағаннан кейін Қоңыраттардың көбісі екіге бөлініп, бір бөлігі Мауреннахрға кеткен, ал бір бөлігі Хорезм жаулап мұсылман сопылар мемлекетін құрып, яғни бірінші болып орталық Азиядағы мұсылманша ақшаны, яғни тиындық шығара бастайды. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген жазуымен. Қоңырат руы жалғыз Хорезмде емес, Бұхара хандығында да балды болып, әмірлерін таққа отырғызып, ұнамағандарын алып тастап отқан 30-40 жылдар бойына. Және кейін Еділдің бойындағы төменгі ағысында, яғни Тоқтамыстың ұрпағы Сейд Ахметке Қырым хандығын құруға көмектеседі. Кейін Қазақ хандығында да балдары нықты болып, сол заманда, яғни Жәнібек Керейдің жеке күзетшісі болған Сарабалық батырды айтуға болады. Одан кейінгі бүкіл қазаққа әйгілі Алатау батыр. Алатау батыр Тұрсын хан кезінде Бұхара, Самарқан, Ташкент көптеген қалалар үшін шайқасқа қатысады және жаулап алады. Хиуа мен Бұхараның балынады болып, оларға әмір жүріп тұрғасын Алатау батыр Самарқандты қала мемлекет қылып, өз алдына ел болуына ықпал етеді, және Самарқандтың билеушісі қылып, төрт қырадан шыққан Жалаңтөсті тағайындайды. Жалаңтөс Баһадүр жайлы каналында шығарылым бар, қараймын десеңіздер. Жоңғармен болған Ақтабардың шұбырынды кезінде Қоңыраттар, яғни зардап шекпейді, өйткені олар сол жақ жағалауында болады Сырдарияның. Бірақ жоңғарларға қарсы күрестерде батырлар қатысады. Солардың бірі Қаныбек батыр мен Сырғақ батырды айтуға болады. Орта жүздің қолдарын бастап жоңғарларға қарсы күрес қатысқан. 18 ғасырда наймандармен одақ құрып, Абылай ханның таққа отыруына себепші болады Қоңыраттар. Кейін
Кіші жүздің Әбілқайыр ханның Ресей империясының құрамына кіру деген ойына қарсы болып, қоңыраттар Орта жүзде Ресей империясының қойған Уәли сұлтанды билігін мойындамай Талас пен Қаратаудың етегіне көшіп кетеді. Бірақ Хиуа хандығын Орыс империясы жаулап алғаннан кейін мойындауға мәжбүр болады. Осы жағдайды суреттеген осы Қоңырат ақындары Алпамыс эпосын жырлайды. Тәуелсіз Қазақстанда осы Қоңырат руы ең алғашқы болып өзінің құрылтайын жасаған және көптеген өнер саясаттағы тұлғалар шықты. Соның бірі сенатор, депутат Қуаныш Айдарханов және Бердібек Сапарбаев және эстрада жұлдызы Қайрат Нұртас және көптеген тағы да басқалар. Өзбек, қырғыз шапқанда қазақ елін талқандап, Қаратаудың талай жерін, жүздеген батырларын сеске қойып, Қоңыраттың батырларын көрмеп пе едің жеңгендерін деп жырлайды бұл өлеңде. Әрине, каналды қолдаймын десеңіздер, ағайын, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, өз ой-пікірлеріңізді және жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Толыққанды тыңдауларыңызға көп рахмет.